Қанша анекдот айтамыз, кеттік. Қоян көшеде келеді, дем алып есінен шығып кетіп қалыпты. Колобок асылып қалыпты. Колобок баняға түсіп, басын жуып есінен шығып кетті. Ата ит бар ма? Кір балам, кіре бер. Ата ит бар ма? Келе бер. Ата ит бар ма? Атаң ит келдің бе, маған келдің бе? Сен сиырын темекі шегетін бе? Жоқ. Атың ше? Жоқ. Онда бар, қораң өртеніп жатыр. Үйде ешкім жоқ. Не онда свет жанып тұр. Қазір өшірем. Түнгі үште қайсың олай сағылдап тұрған? Ата отын керек па? Қаяқтың отыны құры? Азында тұрса отындарын ұрлап кетті. Қоян жылан азанға дейін арақ ішіпті да құйрығын аузына салып құсып жатыр. Иттер су сау жоқ қой одан. Қарға ұшып келіп столбаға соғысып қалып жалп етіп қалып, өф, мяу, мә, пу, қақ деп ұшып барады екен. Соңғы анекдоттар. Менің итім газет оқыдысы, білем, итім айтып берген деген. Зор.